Шымкентте бизнес иелері үшін жер бағасы 2 есеге өсуі мүмкін. Бұл шағын және орта кәсібін ашудан үмітті жандарға тосқауыл болады дейді жергілікті кәсіпкерлер палатасының өкілдері. Жерге жауаптылар мен кәсіпкерлердің құқығын қорғаушылар мәселені ортаға салды. Жер телімдеріне жасалатын төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттері енгізілмек. Бұл маңызды аумақтардағы жерлерге қатысты. Қымбатшылықтың себебі осында жатыр. Жер саласының мамандары осы арқылы қазынаға түсетін қаржының еселенеріне сенімді. Айтуларынша, шаһардағы қымбат бағаланатын шағын аудандарда жердің құны шарықтап тұр. Кей аудандарда 10 соттық телім 150 мың ақш долларына дейін саудаланып жатыр. Шенеуніктер мақсат аумағы 117 мың гектарға ұлғайған шаһардағы жер құнын заңға сәйкестендіру деп санайды. Қаладағы орталықтағы жердің бағалары қазіргі неғып кезде бірінші нарықтағы сатылу бағасы мен қазіргі екінші нарықта сатылу бағалардың арасындағы бағаны айтып өткендей айырмашылық 10-12 есе артыққа сатылып отыр. Осыны қазір нарықтық бағаны біз кадастрлық бағаға сәйкестендіру мақсатында сәлде болса. Ал кәсіпкерлер мұнымен келіспейді. Бұл елбасы баса мән беріп отырған шағын орта бизнестің дамуын тежейді деген пікірде. Мәселен, осыған дейін 10 соттық жер бар азамат оны коммерциялық мақсатта пайдаланғысы келсе, 1 миллион 275 мың теңге төлеуі тиіс болатын. Егер жаңа өзгерістер енгізілсе, 2,5 миллион теңгеден астам ақша төлеуге міндеттеледі. Бұл өзгені айтпағанда өз үйінде тірлік істеймін дегендердің қолын байлауы мүмкін деп санайды кәсіпкерлер. Үйінде шағын және орта бизнесті дамытып жатқан кәсіпкерлер өте көп. Ал енді бұл ставканы коэффициентті көбейту дегеніміз оларға үлкен кедергі болып есептеледі. Разовый дейді ғой, разовый сборға келейін деп тұр. Егер сол кәсіпкерлікке біз көмектесетін болсақ, олар налог төлейді. Налогтан коэффициенттен түскен ақшадан гөрі налогтан түскен ақша көп болар еді.